9-шы трек. Осында Дінмұхан деген парторг бар ғой, сол кісіні емдеп жүргем. Көктемде өкпесінен суық өтіп, қатты құлаған. О дүниенің есігін аша жаздап қалып ет, қазір жақсы. Еңбек десе өлген жан. Укол сала шығайын деп жаңа әлгіде үйіне соғып едім. Кеңсе жақта кеткен екен. Көрдіңіз бе істеп жүргенін? Енді сол қызмет орнынан ұстайым. Әйтеуір әуре сарсаңға салып бітті. Өз жанын қадірлей білмеген кісі өзгеге не опай етер? Соны айтамын ғой. Қазір әркім өз қамын ойлайды. Содан артылса барып жұртыма, халқыма деп шығады. Көріп жүрміз. Басқаның тірлігі жансын деп жүрген ешкім жоқ. Қайда барсаң да өзім. Ал Дінмұхан ондай жан емес, деді дәрігер жігіт. Таңым бар, қалай ғана жұрт үшін азапқа түседі екен. Қалай ғана жан рахатынан безіне түсінбеймін. Солар ғана нағыз өмірдің иелері секілді. Кешегі революция жасаған жандарға ұқсайтын сияқты. Сол ерлердің ізбасарлары, ісін жалғастырушылары да осы Дінмұхандар секілді. Солар ғана ма? Сонда біз қайда қыламыз? Дәрігер жігіт үнсіз қалды. Біз де сол әкелер, сол бабалар жолымен келеміз дегісі келді. Қазіргі қызметін бар болмысын ертеңге берер үлесін айтып мақтанғысы келді. Бірақ ауыз аша алмай кідіре, кібіртіктей берді. Не десе де қазіргі істеп жүрген еңбегі ел үшін деп ауыз толтырып айтуға тұрмайтын сияқты. Сақал қаптаған қырғыш жағын сипалап, аяғының басына қарап тоқшиып қалып еді. Қыздың сыңғыр еткен күлкісі шымшып айтқан әзілі серпіп жіберді. Еріксіз ыржия күліп, болымсыз жауап айтты. Не деп айтқанын сол мезетте ұмытты. Кеңсеге де жетіп қалыпты. Дәл алдынан шаң-шаң есекке мінген бір шал өтті. Қасындағы қыз кетуге айналды. Бұл енді қашан кездесер екенбіз деп сар уайымға түсіп тұр еді. Тағы да жауабын қыздың өзі айтты. Қылымсып көз алдында періштедей болып тұрып, кешке клуб алдында дегені самайынан тер шығып қатты қуанды. Жігіт ішінен аңылдап кеңсеге күліп кірді. Екінші этажға ордаңдап жүгіріп шықты. Парторг деген жазу бар есікті жұлқып ашып, ішке еніп еді. Кабинетте Дінмұхан сосын Нағжан отыр екен. Әңгімеге қатты елігіп отырса керек. Алғашында олар мұны байқамай қалды. Дінмұхан дәрігер жігітке оқыс бұрылып қарады. Шырағым, кішкене кідіре тұршы, әңгімелесіп отырғанымыз деп сызданды. Бұл амалсыз кері шегініп шығып жөнелді. Ішінен қапаланып, намыстанып қалды. Мен ғой жанымды салып, ұлық басымды кішік етіп жүрсем, бұл баласынып, шырағым шыға тұршы дейді. Әрі қыз алдында айтқанын қайтерсің? Мына дәрілерді жерге бұрып сындырып кетіп отырайын ба? Маған неге міндетсейді осы? Шырағым шыға тұршы. Нақабір қол баладай көріп алды. Көрсетейін мен қол баланы. Есікті серпіп ашып, екпіндеп кабинетке қайта кірді. Бұл жолы Дінмұхан жүзінен қалың кейісті көрді. Шырағым, кідіре тұршы енді. Кідірмеймін. Мені аурулар күтіп жатыр. Есігіңізді бағып тұра алмайым. Дінмұхан қатты түтігіп түрегеліп кетті. Нағжан да амалсыз тұрып бір шетке ығыса берді. Аға, мен тағы бірде келермін. Денсаулығыңыз қымбат қой. Мен үшін ештеңе емес, деп шығуға айналды. Осқырып тұрған дәрігер жігітке ренішпен қарады. Көкейінде ашылмаған сырын, айтылмаған сөзін алып кетіп барады. Есікті ақырын жауып шығып кетті. Осы әңгімеден соң біраз күндер өтті. Дінмұхан мүлдем сауығып өзінің сан сапалақ сырласып жатқан жұмысына қайта кірісті. Сағынбай су жаңа трактор алып, сырға түсіп жатқан шопандарды көшірісе кетті. Сонда жүріп шөбін тасиды, кепелерін оңдасады, отын түсіреді. Әйтеуір малшы қамына қолғабыс жасап, қара күз ала келген қарбаласты мойнымен көтереді. Нағжан алыстағы демалыс алып, ауылға келе алмай қапаланып жүрген Адамбайға хат жазды. Адамбай, аман саумысың? Қаттарыңның бәрін алған едім. Ренжіме, қол тие бермейді. Қыс күні болмаса, ауылда тіршілік көбейіп кететін әдеті ғой. Сол бұрынғы кітапхана мен клубты айналдырып жүрмін. Дінмұхан ағай, көркем өнерпаздар үйірмесін құр деп өтініп жүр. Талпынып көремін де, жүре бара халық театрына айналдырамыз деседі. Әрине, ол кісінің айтқанын жерге тастау ұят. Ауылдағы жаңалықты жаз деп қоймайсың. Пәлендей өзгеріс жоқ. Тек жақында қоймашының қызы осы ауылдағы жас дәрігер жігітке тұрмысқа шықты. Дәрігер жігітті күшік күйеу етіп қолдарына кіргізіп алды. Сағынбай жайлы жазайын деп бір оқталды да кідіріп қалды. Қолы дірілдеп, өкпесі өрекпіп жаман қысылды. Басқа жаңалық жоқ, бәрі де аманшылық. Тез келсейші деп қол қойды. 12 ноябрь
1966 жыл. Нағжан. Хатты конвертке салып аузын жапты. Поштаға салып келуге киініп үйден шығып ет, жер-көкті тұтасқан қалың қара бұлт бүркеп алған. Ышқына соққан жел азынап тұр екен. Желкесіне түйген шашын жұлып әкетіп, ұйпа-тұйпа етіп шашып жіберді. Тынысы тарылып түк көрмей қалды. Күн батып кеткенін байқамай қалғанын енді сезді. Әлде қайдан жылт етіп от көрінеді. Енді қайтпек, хатты ертең ақ салар. Сонша асығып осы дүлейде қайда бармақ? Толқып аз-маз кідіріп тұрды да, кейін тайқып үйге кірді. Үйдің іші де азынап олып кеткен екен. Күшті дауыл шатырды жұлып әкетердей төбеде ойнақтап шауып жүр. Келіп жарық жақты. Қабырғадан Адамбайдың суреті, ақ маңдайлы қастары қою, мойны жіңішке жігіттің суреті қарап тұр. Бұрын байқамапты. Адамбайдың мойны жіңішке екен ау. Тамағындағы түйіні де ап-айқын көрінеді. Аздап жүдеу секілді. Көзін тайдырып ас үйге кірді. Шкафтан тостаққа тұйығып қойған айран алып ішті. Жартысы желінген үлкен сары қауынды алды. Шетінен пышақпен кесіп жей бастады. Құнарлы, күн нұры мол сіңген қауын екен. Тілді үйіріп, таңдайда өгіділіп тұр. Әлденеден сезіктеніп секем алып жалт бұрылып артына қарады. Жүрегі тарсылдап кеп соқты. Ештеме көрінбейді. Тек көлеңкесі терезеден қараған тарғыл мысық екен. Қауынды қоя салып қонақ үйге келді. Әлгі тыста жүрген мысық тағы төргі үйдің терезесінен келіп қарады. Мияулап, кәсекті тырналап, мені кіргіз дегендей жылайды кеп. Ірі-ірі тамшылар терезені қосыла қақты. Байғұс хайуанды аяса да сыртқа шығып алып келе алмады, қорықты. Құдды кісі көзіндей боп өзіне қадалған мысық жанарына үрейлене қарап отыра берді. Қанша өткені белгісіз, әлден уақытта біреу кеп сыртқы есікті дүрс-дүрс қақты. Тырп етпей отыра берді. Әйтсе де жаман шошынды. Айқайлайын деп еді, өні шықпай қалды. Бір кезде әлгі есікті ұрғанын қоя салып, сырлай басып, мысық отырған терезенің тұсына келді. Әне мысықты қағып жіберді де әйнекке бетін тақап ішке қарады. Нағжанның жанары шатынап шошып енді байқады. Бетінен суы сорғалап, жабайы адамдай сақал шашы өшіп қарап тұрған Сағымбай еді. Уақытта табандап өтпей қойды. Келіншек жылан арбаған торғайдай болып, ақыры күллі рухынан айырылып, теңселе басып барып есікті ашты. Содан арғысы еркінен тыс болған ісет. Қалама бет, өзінің тал бойын сындыра жаздап, Сағымбайдың құшқанын да, жабыса сүйгенін де, от демге араласа шыққан сүйем деген сөзін де сезген жоқ. Тек бұлдыр ып-ыстық құйынның арасында айналып жүргендей болды. Нағжан өз-өзіне келгенде байқады. Жүрегінде жүрген ең асыл қасиеті, әлі гүл жарып үлгермеген махаббаты қарсы алдында тұрған қапсағай қара жігітке бұйырған екен. Сол мезеттен бастап Сағымбайдың май сіңген алақаны, сақал қатпаған жүзі, тіпті майлы күйе күпәйкесі де өзіне ыстық болып жүре берді. Жанымен ақтарыла жақсы көргені еді бұл. Нағжанның меңзең болып отырып қалған кейпін көрген Сағымбай шыдай алмады. Тамағына тас болып тұрған сөздерін айта алмай бұрылып жөнелді. Қара дүлей дауылға сіңіп жоғалмақ еді. Есік алдына жеткенде Нағжанның ащы үні бір-ақ шықты. Кетпеші, деді келіншек. Бұл түні дауыл дамылсыз соқты. Түстіктен ерсілі қарсылы бұлт жөңкіп көктің кеудесін қысып жібергендей болды. Үй шатыры сартылдап, бақшадағы ағаштар мың бүктеліп азынады кеп. Үйдің қақпасы да жабусыз қалып, желмен дамылсыз тартылдады. Сына жаздап зар қақсап тұрды. Онсыз да күз болса ұйқыдан безетін көршіген бір тыншып жата алмады. Белін сықырлатып, орнынан сүйретіле көтеріліп есікке келді. «Уа тоба, бұл не кәрің?» деп күбірледі. Алыстан шауып келе жатқан ат тұяғының сатырын естігендей болды. Тысқа шығып тың-тыңдады. Баяғы тұлпар мініп, қу мекенге қашып кеткен шалын аңсаған еді. Шақылдап ұрысқанын сағынды. Осы дауылмен ілесіп, даланы дүбірге толтырып кеп қалатын сияқтанды. Жаулығының ұшымен көзін сүртіп, ілгері басты. «Әдірі қалғырай!» деп тоқтады. Сартылдап тұрған Нағжанның үйінің ауласының сырт қақпасы екен. «Ашық қалдырған нес? Жас адамда ұмытшақ болады екен-ау. Топсасы сынса ғой, есік жарамай қалады» деп күңгірлеп жүріп қақпаның есігін жауып, ілгегін салып бекітіп тастады. Маңайды бір сәт тыныштық басқандай, айналасына жаутаңдап қарап алып, кемпір өз мекеніне беттеді.
таңғы намазына асығып барады. Әлгіде әлдебір күнәһар сөз айтамын деп дәретін бұзып алып еді, таң рауандап атқан жоқ. Қаратау жақтан Қособа белінен шұбатылып шаң көрінді. Бұл осы ленинизм совхозының малшы ауылы, соның көші жаз жайлауды тәмамдап сырға түсіп келеді. Қысы жұмсақ, сыр бойын жиектеп, әрісі Қызылқұмға өтіп қыстайды. Қыруар мал қоңын жоймайды, аман есен төл береді. Осыны совхоз директоры Дінмұхан Сағымбай сынды жандар түгіл тіпті жас балаларға дейін ойлады. Күллісі өздерінің анасындай болып кеткен осынау ұйымның қабырғасы берік, абырой биік болғанын қалайды. Жаңа әлгіде ғана Сағымбай да тракторына ұбақ-шұбақ вагон тіркеп ап сол шаңға араласқан. Артына жалтақ-жалтақ қарап кеткен, қимай қоштасқан. Есік алдында дір-дір етіп қалған Нағжан сол орнында ұзақ тұрды. Қарап тұрып Нағжанның жылағысы келді. Көшеден өткен біреу-міреу көріп қалама деп амалсыз булығып үйіне қайта кірді. Буыны босап столға сылқ етіп отыра кетті. Көзіне кешке ғана Адамбайға жазған хаты түсті. Салынбағаны қандай жақсы болған. Кешке бүгін Адамбай мен екеуінің арасындағы бар ықыласты жойып жіберген мезгіл өтіпті-ау. Шыныменен Адамбайды сүймей келген бе? Қосылғандарына да 1,5 жылдан асқан жоқ қой. Сүйіп бет. Осы сауалдардың күллесі шешуін таппай санасында топырлап, атойлап жосып жүр. Нағжанның тек шамасының жеткені Сағымбайды сүйемін деп ап-анық жүрек тереңінен күбірлеп айтты. Қолындағы жазып қойған хатты жыртып терезеден ұшырып жіберді. Нағжан-ау, үйдемісің деген дауыс шықты. Келіншек селк етіп орнынан тұрып киімін шашын жөндеп есікке беттеді. Айнаға қарамағаны есіне түсті. Сәлемет пе Нағжан деп Дінмұхан кіріп келді. Жаңа тұрғанбысың, кеш жатқансың ғой шамасы. Көзіңнің айналасы көгіс, бір жерің ауырып тұрған жоқ па? Жоқ, жоғары шығыңыз, мен қазір. Оқай емес, шай ішіп шықтым. Кеңсеге бара жатып соққан үміт. Бір бұйымтаймен келдім. Өзің білесің, мен парторг жұмысы жайлы кітап жазып жүрмін ғой. Көптен науқасты болып қолға ала алмай кетіп едім. Қазір жұмыс біраз саябырсыды. Ертелі кеш соған отырсам деймін. Қандай тамаша болған аға. Енді соған терімді саламын. Қысқа дейін аяқтап қалармын. Маған Правда газетінің өткен жылғы тігіндісі керек еді. Ол бар бізде. Түптетіп қойғам. Жақсы болды онда. Соны кешке біздің үйге жеткізіп тасташы. Үйге де бас сұқпайсың бір. Нұрбала да өкпелі саған деп ағалық туыстық наз білдіре сөйледі. Сөйт қарағым, бүгін біздікіне кел. Қоштасып шығып кетті. Жаны жаз, маңайына мейір, жылылық, адамгершілік себе жүретін осы бір жанды Нағжан жандай жақсы көреді. Туысқандық сезіммен жақсы көреді. Не қиындық болса да осы адамның алдынан өтетін. Қабырға қатайтып, өмірге нық басуға да осы жанның септігі көп тиді әйтеуір. Ал бүгінгісі Сағымбай жайше. Жоқ, бұған ол кісі кінәлі емес. Қайда өмірдің орта жолына жетпей жатып, өз сүйгенін тауып алғанына септігі тигендей. Өзін өмірді таныды, ең бастысы жүрегін тапты. Кеш түсе жұмыстан шыққан соң Нағжан Правда газетінің тігіндісін қолтықтап алып Дінмұхан үйіне келді. Бәрі үйдекен, жапырлай қарсы алды, әсіресе Нұрбала мәз. Алдында тау болып үйіліп жатқан әлдебір қағаздарды былай ыстырды да Нағжанды қолтықтап кеп төрге келіп отырғызды. Мысықтың жауырын жүнін кері сипап, онан тоқ шығарып мәз болып отырған үрпек бас баласын сыртқа жүгіртті. Самаурынға сексеуіл салып қой, сақырлап тұрсын, папаңды шақыр, қарғам келді деген. Нұрбала Нағжанды қарғам деп айтатын. Өйткені ол осы ауылға келіншек болып түскенде мына Нағжан жалаң аяқ жүгіріп жүрген қап-қара қыз еді. Сонда мына қыз қарғаның балапандай екен деп күлгені әлесінде. Ағаң ана бөлмеде әлгі кітабына шұқшиып жатыр. Жұмысы көп әйтеуір. Биыл бітпесе келесі жылы бітер, тынықсаңшы десем тыңдар болмады. Көкейде жүргесін бітіргенде жақсы қой. Сонда да денсаулығынан қорқам. Өзімде ертелі кеш жұмыста жүрем. Тек мына айналайын үрпек бас қолғабыс етеді. Отын жарат, пеш жағат, тап тындырмайды. Сосын ғой уақытысы артылып бірер сағат отыратыны. Қалай қысқа отын түсіріп алдың ба өзің? Жоқ, әлі машина кезек жетпей жатыр. Япырмай, осы біздің совхоздың ақ тірлігі таусылмайды. Жазбасынан ақ машинаны ауыл жұмысына бөлсе ғой, бүйтпесе. Қыз түсіп кетсе қайтесің? Адамбайдан қат келіп тұрма? Келетін ет, қарғамау, неге көмілжейсің? Осы тағы ренжісіп қалғаннан саумысыңдар? Анада бір оқуға барамын дегеніңде, несіне ренжісеміз? Өзің хат жаздың ба қарғам?
Нағжанның қабағына кірбің қалқып тұра қалды. Мұны сезген Нұрбала ары қарай ежіктеген жоқ. Сөзді басқа арнаға аударып жіберді. Әйтпесе көңіліне күдік кірді. Дінмұхан да айтып еді: мен түсіне алмай жүрмін ау, осы өзің сырласып көрші бір. Анадағы қоймашы айтқан өсек рас болып жүрмесін, балалық жасамасын. Ақылыңды айтшы. Қанша жылы сөйлескенмен еркекке сыр айтпайды екен деген. Сол сөз көкейінде бар. Бірақ тергеушідей дікілдемеймін деп тоқтап қалған. Сезімтал сергек жанына көлеңке түсті. Ана бөлмеден Дінмұхан көрінді. Нұрбала, қарғаңа сақтап жүрген нең бар? Бүгін аянбашы. Мына батыр екеуміз бір тойынып, әуж алып қалайық деп баласын нұсқайды. Күлкісі де ап-ашық. Әуелі әне бір жүгаяқтың астындағы тоқтыларыңды жайғастырамыз. Нұрбала жүгаяқ астан сапсары боп піскен иісі мұрын жарған үлкен бір қауынды домалатып шығарды. Көке, пышақ міне деп Үрпекбас баласы қауын союға керекті құралдарды зыр қағып тасып жүр. Бәрекелді, Нағжан жақын отыр. Төстігін өзіңе берем. Қауынды тарс еткізіп жарды да сыр-сыр тіліп, кеселеп қойып жатты. Үйдің ішін жұпар иіс жайлап алды. Тәтті қауын тіл үйіріп барады. Үзілгеніне біраз болса да жақсы сақталыпты. Ірімей сол күйінде тұр. Дінмұхан әркімнің алдына үлкен кеседен тартты. Мұны ғой қазір Алматыға апарсаң, не дәуірлеріңнің өзі қайырылмай кете алмас еді. Бір қой сойғандай көрер еді. Менің партия мектебінде бірге оқыған жолдасым бар. Көктем шықса болды, қауын жібер деп зар қақсайды. Жерік асындай көреді. Биыл бір машинасын жіберіп сауабын алдыға өзінің. Әй, өлгенше риза болып өтер. Жарықтық Түркістанның жері-ай, қоңы үйткен қойдың құйқасындай ау. Бала кезімізде ыстық күнде ішін өңгіп ит кіріп жатқан қауындарын талай көріп едік. Қазірде қоймашының қарбыздары сондай үлкен деп Үрпекбас бала қоштап қойды. Кітабыңызда кімдер жайлы жазбақсыз аға, деді Нағжан. Партия жұмысының қыры-сыры, қиындығы мен қызығы жайлы, оның ішінде өздеріңде өмірлеріңде бар. Біз кітапқа кірерліктей жан бекеміз. Енді кімді кітапта жазған жөн деп ойлайсың? Озаттарды. Озаттар онсыз да жазылып тұр. Газеттердің беті озаттарсыз шықпайды. Ал қарапайым коммунистер былайғы үлкен өмір қайда қалады? Күнделікті өмірдің қарбаласында қоян қолтық жүрген, балы мен тұзын кезек татып жүрген коммунистер жайлы жазбақпын. Бұл жандар күресет, қателесет, қайта басады. Парторг жұмысының ғанибеті де сол жандардың арасында жүргенде екен. Тамаша. Қалай шығарын кім білет, жазушы емеспін. Қазақстан баспасы жоспарлап отыр. Бұлар көп әңгімелесті. Дінмұхан аузынан шыққан әрбір ой Нағжанның жүрегіне жетіп ұялап жатқандай. Қиялын неткен бай кісі деп ойлады. Соншалық көп білет. Осы ойымен, осы білгірлерімен біздің арамызда қалай жүр? Өңкей кір қожалақ жұмысшылардың қолын қысып әңгімелесетін қайтерсің? Япырмай қоймашы шалда тіл тегізді осы бір асыл жанға. Түсінбейміз, көбіміздің түсінігіміз келмейді. Бізге тек төбемізді тесіп діңкілдеген уәкіл белсенді ғана жағады. Сол белсенді басшыларды ғана сыйлап үйренгенбіз. Ал мына терезесі тең тұрып сырласа сөйлесетін Дінмұхан сынды кісілерді құлаққа ілгіміз келмейді. Өзі басшы емес, қосы шекілді деп өсекке таңамыз. Ай, бізге де обал жоқ. Қорыққанымызды ғана сыйлап жаман үйренгенбіз. Осы оймен Нағжан көп толғанды. Түннің бір уағына дейін отырып енді кетуге айналды. Нұрбалада жаны қалмай қабағына қарап бәйек болып ұшып жүр. Қарғамау, келіп тұрсаңшы, шақырмаса келмейтін бөтен кісі емессің. Неге мұнша бұйығы болып кеткенсің? Былтырғылары ауылды үрен-сүрен етіп жүрген теп тентек едің. Талай жігіт бетіңе келе алмай қор болды ау. Нағжан қысылып қалды. Жастық шағын бекер есіне түсірді. Рахмет айтып келіп тұруға уәдесін беріп қоштасты. Жастық шағын бекер айтты.